Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түбір мен қосымшаның жазылуы. Өткен сабақта біз сендермен түбірге дауысты дыбыстан басталатын қосымшалар жалғанған кездегі өзгерістерді білген болатынбыз. Бүгін де жалғастырамыз. Түбір сөзге а, қосымшаларын жалғау емлесін меңгересіңдер. Берілген жұмбақты шешсеңдер, қазіргі оқитын өлеңіміздің тақырыбын біле аласыңдар. Бір тәулікте екі жайын, бірі кетсе, бірі дайын. Жұмбақтың шешуі күн мен түн. Сендер дұрыс таба алдыңдар ма? Қазіргі оқитын өлеңдеріміздің тақырыбы түн және күн. Қане, бірге оқиық. Түн. Ұясына күн батып, айналаны түн басты. Дала мүлгіп балбырап, жым-жырттыққа ұласты. Бізде үйге беттедік, енді әткеншек теппедік. Ойнасақта күн ұзақ, құмарына жетпедік. Түнде тыныс аламыз, тезақ ұйықтап қаламыз. Жалғасына ойынның түсімізде барамыз. Енді күн өлеңін оқиық. Әне күнді қарашы, ол өмірдің анасы. Деді әкесі ұлына, ұғып тұрды баласы. Күлімдеумен күн анам, атқарады сол игі. Сәбилерді жылаған, қуанышқа бөлейді. Күнде күлсе әр адам, ел көзіне еленер. Мәңгілікке күн анам, шуағыңды төге бер. Балалар, түн өлеңіндегі күн ұзақ сөзіне назарларыңды аударыңдаршы. Бұл сөз күні бойы деген мағынаны білдіреді. Оның жазылуын естеріңе сақтаңдар. Енді күн мен түнді салыстырайықшы. Күндіз жарық, түнде қараңғы болады. Күндіз уақытты өнімді әрі белсенді өткізесіңдер. Түнде ай мен жұлдыздарды көресіңдер. Күндіз жұмыс істейтін уақыт, түнде ұйықтайтын кез. Балалар, қазір күн мен түннің ауысуы туралы бейнематериалға назар аударыңдар. Күн мен түн. Роботты ұйқысынан оятып жіберген сияқтымыз. Қазір күндіз ғой? Рас, бізде күн шығып тұр. Ал робот саяхаттап жүрген жерде қазір түн. Достар, робот ұйықтасын. Жақсы ма? Оған кейін хабарласамыз. Қайырлы түн, робот. Иә, достар, күн мен түн барлық жерде бірдей бола бермейді. Балалар, неге екенін кім біледі? Өйткені жер планетасы күнді айналып жүреді. Дұрыс айтасыңдар. Сәби, Дино, сендер түсіндіңдер ме? Біз бәріміз жер планетасында тұрамыз. Жер планетасы күнді айналады. Достар, байқап тұрсыңдар ма? Күннің жарығы жердің тек бір бөлігіне ғана түсіп тұр. Жарық түсіп тұрған бөлігінде күндіз болса, ал көлеңке жағында түн болады екен. Қазір сендер күн жақ бөлігіндесіңдер. Ал робот болса, түн жақ бөлігінде. Сәби, Дино, сендерге енді түсінікті ме? Иә! Сәби, сенің не ойлап тұрғаныңды білетін сияқтымын. Роботқа қай уақытта хабарласамыз деп тұрсың ғой? Иә, бұл қиындау сұрақ. Себебі бізде күн шыққанда робот ұйықтап жатады. Ал сендер ұйқыға кеткенде робот оянады.
Ендеше кеш батқанда хабарласыңдар. Сонда робот тұратын жерде түс мезгілі болады. Балалар, күн мен түннің неге ауысып тұратынын түсіндіңдер ме? Иә! Бейнематериалдағы ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Берілген сөздерге немесе жалғаулары жалғанған кезде қандай өзгерістерге ұшырайды? Табыңдаршы. Шуақ, шуағы, жарық, жарығы, сабақ, сабағы, күрек, күрегі, көлік, көлігі, жүрек, жүрегі, кітап, кітабы, талап, талабы, жауап, жауабы. Түбір сөздерге дауысты дыбыстан басталған қосымшалар жалғанған кезде қ дыбысы ға дыбысына, к дыбысы г дыбысына, п дыбысы б дыбысына айналады. Бұл өзгерістерді естеріңе сақтаңдар. Балалар, келесі пішіндерді сәйкестендірсеңдер, өлең құрастыра аласыңдар. Қане, құрастырып көріңдер. Бөкеннің лағы, көреген қырағы, елеңдеп құлағы, еліріп тұрады. Сендер дұрыс құрай алдыңдар ма? Бұл өлеңдегі қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдайық. Құлағы, лағы. Құлағы сөзіндегі құлақ түбірі жалғау. Лағы сөзіндегі лақ түбірі жалғау. Мұнда қ дыбысы дауысты дыбыс жалғанғандықтан ға дыбысына айналған. Берілген мәтінді мұқият тыңдаңдар. Аурудан аяған күштірек. Сейіт жол үстінде жүгіріп бара жатқанда бір арбалы келіп, аңдаусыз соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп, шошынғаннан шешесі есінен танып қалыпты. Мұны көрген соң, Сейіт жыламақ түгіл сынған аяғын орнына салып, таңып жатқанда да дыбысын шығармай, қабағын да шытпай жатты. Сонда сынықшы кісі, аяғың ауырмай ма, қабағыңды шытпайсың, деп сұрапты. Сейіт шешесі шығып кеткен соң демін алып, сынықшыға сыбырлап айтты дейді. Ауырмақ түгіл жаным көзіме көрініп тұр. Бірақ менің жанымның қиналғанын көрсе, әжем де қиналып, жүдемесін деп шыдап жатырмын, депті. Сейіт өте ақылды және сабырлы бала екен. Солай емес пе? Өзінің анасын уайымдатпас үшін бұл жасаған ісі ерлік. Енді мәтіннен түбірі өзгерген сөздерді табыңдаршы. Қане бірге табайық. Соғып, аяғын, қабағын және шығып. Қандай өзгеріске ұшыраған? Бұл сөздердің түбірін тауып көріңдерші. Соғып, соқ. Аяғын, аяқ. Қабағын, қабақ. Шығып, шық. Түбір сөздің соңындағы қ дыбысы дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанған кезде ға дыбысына айналған. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Түбір сөзге дауысты дыбыс жалғанған кездегі өзгерісті түсіндіңдер. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.